Достар, сәлем, бұл Samsung S25 Ultra. 2-3 күнде нарыққа шығады, сатып ала аласыңдар. Ал шықпай тұрып айтып берейін. 24 алған дұрыс па, 25 Ultra алған дұрыс па? Енді ең бірінші айырмашылығы ол әрине дөңестелген шеттерін қараңдаршы, дөңестелгені iPhone сияқты. Екінші үлкен айырмашылығы ол әрине процессор. Былтырғысынан көрі мынау артықтау, 1,5 есе артық десе болады. Мысалы, ұпаймен санайтын болсақ, Antutu'да бұл бұрынғысы 2 миллион жинаса, мынау 3 миллиондай ұпай жинайды. Бұл қалай білінеді десеңіздер, бұнда PUBG орнаттым, ойнап көрдім, ойнасам қызбайды. 1 партия, 2 партия, 3 партия ойнасам да қызбайды. Бұл біріншіден процессоры мықты, екіншіден бұда суытқышы өте жақсы жасалған. Рахаттанып, қорықпай, батарея тез отырады, немесе қызады деген ондай әңгіме бұда жоқ. Маған 24-тен гөрі 25 қатты ұнады процессор жағынан. Әрине камерасына тиісіп кетейік. Бұның айырмашылығы, S24 Ultra'ның айырмашылығы, бұнда кең бұрышты камерасы бұрын 12 мегапиксель болса, қазір 50 мегапиксель. Атак 200 мегапиксель негізгі камерасы, және бұның телеобъективі бұрынғыдай. Бұл смартфон сатып алған көбісі байқамайтын, бұл әрине бұның оперативтік жүйесі. Яғни бұнда қазір былай көріне ме, көрінбей ме, One UI 7 деп тұр. Және ең үлкен артықшылығы, бұрынғыдан салыстырған кезде бұны үлкен негізгі батырманы бассаңдар, астында Gemini шығады. Ол бірден сұрақ қойсаң, ол саған жауап береді. Көбінесе орысша, әрине, немесе ағылшынша. Оның көмегі өте үлкен, зор көмегі бар, бірақ орысша сөйлесеңдер. Бұның көмегі қандай? Мысалы, iPhone'да Siri бар, бұны да Siri сияқты қолдануға болады. Мысалы, календарға осыны жазып бер, мысалы, будильник осында қойып қой деген сияқты, таймер қойып қой деген сияқты. Бұның көмектеседі. Енді екінші көмекшісі ол ChatGPT сияқты. Мынаны туралы айтып бер, мына туралы айтып бер, бәрін айтып береді. Және үшіншісі ол сіздің көмекшіңіз сияқты. Мысалы, келесі Реал Мадридтің 5 ойын қашан болатынын тауып, менің календарыма жазып бер десең, бәрін жазып береді. Ақылды Gemini қолдануға болады. Бірақ асықпаңдар, ол Gemini басқа да телефондарда бар, немесе басқа да операциялық жүйеде бар. Жалпы Gemini деген өте жақсы ақылды жүйе. Мына S25 Ultra'ны Gemini үшін алмасаңдар болады, бірақ бұнда басқа да ерекшеліктер бар. Мысалы, мен бұны тек қана процессор үшін алушы едім. Енді өзгешелік жағынан. Ал сен не үшін алушы едің? Несі ұнаушы еді? Несі қызық? Комментарий жаз.